Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі ерекше тауық етінен жасалған чебурек пісіретін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге видео өте ұнайды деген ойдамын. Мен әдетте бірінші салманы дайындап аламын. Осылай 3 бас пиязды майдалап турап, фаршқа қосып, алдын ала дайындап қоямын. Осылай пиязды майдалап турап, алдын ала фаршқа қосып дайындап қоятын болсақ, чебуректің ішінде пияз кіртілдемей, пияздың бар жоғы білінбейді. Сонда кішкене балалардың жегеніне де жақсы болады. Кішкентай балалар пияздың кіртілдеп тұрғанын ұнатпайды. Сол үшін мен алдын ала салманы жасап дайындап қоямын. Пиязды осылай майдалап барынша тураймыз. Және 400 грамм фаршымызға қосамыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, шай қасықтың ұшымен кориандр және ащы бұрыш қосып, осылай бірінші пиязын мыжғылап тұрып езіп аламыз. Пияздың сөлі шығып тұру керек жақсы болып. Сосын фаршпенен қосып, ары қарай жақсылап мыжғылап сөлін шығарып қоямыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, үстіне 3 ас қасық житмай және 50 грамм мұздай су құямыз. Тауық еті біздің майсыз, сондықтан да 3 ас қасық сұйық май құйдым және 50 грамм су құямыз. Біздің салмамыз сочный болып тұру үшін осылай су құйған дұрыс. Міне қараңыздар, пияздың бар жоғы да білінбей кетті. Енді қамырымызды дайындауға кірісейік. 450 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май және 250 грамм қайнаған су құйып, қамыр илейміз. Осылай қалақшамен араластырып алайық. Сосын ары қарай қолменен илеп, иін қандыратын боламыз. Қамырымыз ыстық әлі. Қамырымыз ыстық екен. Сонда да осылай илеп, иін қандырайық. Жақсылап илеп алып, салафан қалтаға салып, 10 минутқа қоятын боламыз. Қамырымыз тығыз болып шықты. Осындай тығыз қамыр болу керек. Салафанға салып қоямыз 10 минутқа. 10 минуттан кейін алып, бөліктерге бөлеміз. Чебурекиді үлкен етіп жасағыларыңыз келсе, үлкен бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен орташа шағындау бөліктерге бөлдім. Әдетте пирожкидің қамырын жұмсақ етеміз, өйткені оның салмасын қолменен жайғылап ақ салып түйе беруге болады. Ал чебурекидің қамырын оқтауменен жаятын болғандықтан тығыздау етіп илейміз. Осылай бәрін домалақтап дайындап аламыз.
Сөйтіп 10 минутқа тындырып қоямыз тағы да. Бетін жауып осылай. 10 минуттан кейін алып жая берсек болады. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Чебурекидің қамыры жұп-жұқа болу керек. Өйткені ол тез-тез пісіп шығады. Мінекей, осындай жұқа қамыр жайып, салмасын сала берсеңіздер болады. Салмамызды осылай жұқалап, жарты бөлігіне саламыз қамырдың. Жарты бөлігіне осылай салып, екінші бөлігіменен бетін жабатын боламыз. Осылай жауып, алақандарыңызбен осылай ауасын шығарып қойыңыздар. Жан-жағын тығыздап. Осылай сәндеп, артық қамырларын алып тастасаңыздар болады. Және вилкаменен жақсылап нығыздап тұрып бекітеміз. Майға түскенде ашылып кетпейді сонда. Әрі сәнді болып көрінеді. Мінекей. Міне осылай жұқалап дайындап алып, салмамызды саламыз жарты бетіне. Осылай екінші бетімен жауып, алақанымызбен басып, ауасын шығарып, жақсылап бекітеміз. Енді майымызға салып пісіре бастаймыз. Осылай әдемі болып көтеріледі. Келесісін пісірейік, міне. Қасықпенен осылай бетіне майды кішкене құйыңқырап тұрсаңыздар, үстіңгі беті әдемі болып көтеріледі. Салмасы жұқа болғандықтан жылдам пісіп шығады. Міне біздің дәмді чебуректеріміз де дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Менің келесі видеомда жолыққанша сау болыңыздар.
Міне біздің дәмді чебуректеріміз де дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.